Facebook Passkey жүйесін қосқалы жатыр. Енді қолданушылар платформада дәстүрлі құпия сөздің орнына саусақ ізі, бет әлпетті сканерлеу немесе құрылғыдағы пин-код арқылы аккаунтына кіре алады. Бұл алаяқтардың сіздің есептік жазбаңызды иемденуден қорғайды. Passkey жүйесі дәстүрлі құпия сөзге қарағанда әлде қайда қауіпсіз әдіс. Өйткені ол ұрланбайды, болжау мүмкін емес және тарап кетпейді. Оған қоса ол фишинг шабуылдарынан да қорғайды. Мұндай шабуылдарда алаяқтар қолданушыны жалған сайттарға кіргізіп, жеке деректерін беруге мәжбүрлейді. Passkey бұл қауіптің алдын алады, өйткені браузер оны тек нақты шынайы доменге ғана байланыстырады. Сол себепті жалған сайттарда бұл функция іске қосылмайды. Дегенмен Electronic Frontier Foundation ұйымының ескертуінше, егер қолданушы бұрынғыдай өз құпия сөзін жатқа біліп, оны жалған сайтқа өзі енгізіп қойса, қауіп әлі де сақталады. Алдағы уақытта Passkey Messenger қосымшасына да енгізілмек. Қолданушы Facebook үшін орнатқан Passkeyді екі платформада да қолдана алады.